Біздің әлем ерлер мен әйелдерден тұрады. Біз ұқсаспыз, бірақ сонымен бірге біз әртүрліміз. Тек физикалық ғана емес, психологиялық тұрғыдан да. Бұл айырмашылық қайдан алынады? Неге бізге жиі бір-бірімізді түсіну қиын? Біздің арамыздағы түсініспеушілікті жеңу мүмкін бе? Бүгін біз сіздермен әйелдер мен ерлердің миына біраз түсінгенбіз және осы сұрақтарға жауап табуға тырысамыз. Армысыздар, ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті тыңдарман. Сіздермен бірге әдеттегіндей бақытты жүрек бағдарламасы қош келдіңіздер. Неге біз әртүрліміз деген бүгін тақырып сіздердің назарларыңызға. Бірегей құрылыста адамның миы бар. Көп жағдайда ол біздің өмірімізде кездесетін еркек пен әйел арасындағы айырмашылықты анықтайды. Мидың қалай жұмыс істейтіні естеріңізде ме? Мидың енді сол жартысы біздің логикаға жауап береді, оң жағы эмоциялар үшін жауап береді. Енді орысша айтқанда правое и левое полушария дейді ғой. Сондықтан кімнің миы көп? Қалай ойлайсыз? Жігіттердің бе, немесе қыздардың ба? Бұл сұраққа жауапты білгеннен кейін жігіттер өзінің өзін-өзі бағалауын сенімді түрде арттыра алады. Ерлердің миының салмағы әйелдердің миына қарағанда әрине көп. Бұл енді шындық. Бірақ бірден әділдікті қалпына келтіруге асықпаймын. Әйелдерде мидағы сұр зат орташа есеппен 15-20% көп. Серое вещество дейді ғой. Ер адамның миындағы сұйықтық оны жарақаттан және шайқалудан қорғайды. Өйткені әр ер адамның өмірі қауіпті. Сонымен қатар әйелдің сұр заты көбінесе оң жақ жарты шарда, ал ер адамда сол жақта шоғырланған. Міне, қыздар эмоционалдық және бай интуицияға екенің ғылыми негізделген. Ал жігіттер керісінше ақылды және прагматикалық. Сондықтан оның жас адамы жансыз және сезімтал екенін көріп отырған қыз отырған жерінен енді былай айтқан кезде бос жерде көз жас алатының болғандықтан қыз осылай орналасқанын есте сақтау керек. Біз бір-бірімізді толтыру үшін әртүрліміз. Аяулы қыздар, сіздің қарым-қатынасыңызға немқұрайлы қарамайтындарыңыз үшін өз ерлеріңізбен ренжісуге тура келуге бола ма? Шын мәнінде егер жігіт пен қыз арасында сыйластық болса, онда қыз үшін бұл оның өміріндегі ең маңызды мәселе. Ал жігіттерге келетін болсақ, мүлдем басқа. Міне, жарты сағат бұрын ол дос қызымен енді қарым-қатынасты анықтады. Ал қазір достармен көңілді көтеріп немесе жұмыс әуестеніп, проблема туралы енді мәселені қиындық туралы есіне де түсірмейді. Жүрекшілік деп қыздар айтады. Енді тас жүрек деп. Жоқ, бұл мидың құралымы, достар. Қыздар, дұрыс түсініңіздер. Адамның миы көптеген жәшіктерден тұратын сақтау камерасына ұқсас. Елестетіп көріңіздер. Әрбір жәшікте бір іс жатыр. Машина, ақша, балалар, әйел және тіпті оның анасы үшін. Адам белгілі бір мәселе туралы ойлаған кезде ол кілт алады және бір жәшікті ашады деп айтуға болады. Енді оның миы тек осы мәселеге бағытталған. Содан кейін ол осы жәшікті абайлап жабады. Бұзылмайтын ережелер бар. Жәшіктерді шатастырмаңыз. Екі жәшікті бірден ашпаңыз және олардың мазмұнын бір-бірімен араластырмаңыз. Ер адамның миы шешім қабылдауға бағытталған. Бірақ әрбір мәселені жеке қарастырады. Әйелдің миы көптеген сымдардан тұратын үлкен топ десек болады. Барлығымен байланысты. Және осының бәрі эмоциялар деп аталатын энергияның арқасында қозғалады. Әйел бірден екі жарты шармен ойлайды. Сондықтан әрбір мәселе оның эмоциясын тудырады. Сондықтан әйел бәрін есте ұстайды. Сондықтан ол өзінің жолдасына әлемді құрудан барлық қудалауды жиі еске ала алады. Әйелдердің бірнеше нәрсе істей алады. Келесіздер ғой, әйел кісілер. Бұндайларына мен таңғалам. Кейбір еркектер ондайды байқайды, кейбірлер мән бермейді, рас. Мысалы, теледидар көріп, құрбысымен сөйлесіп, тамақ әзірлейді.
ал мұның бәрі бір уақытта. Және де ойында тағы басқа нәрселер болады. Енді бір уақытта көп нәрсені істей алады әйел кісілер. Енді бұл рас, бұл факт десек те болады. Ер адамдарда ондай жоқ. Мен өзіме де айта аламын ол жайлы. Сол үшін ер адамға керек уақытта әйелдің айтқанына көзіне қарап, көңіл бөліп тыңдау керек. Ер кісілер, достар, сіздерге айтам. Әйел қызыңыз болмаса, әйеліңіз, анаңыз сізбен сөйлесетін болса, көңілді бөліңіз. Енді анаңыз сөйлесуге келген кезде әрине сіз бәрін, айналаңыздағы нәрсенің бәрін тоқтап, тастап, сөйлесесіз ғой, тыңдап, мұқият. Сол секілді қызыңызбен болмаса, әйеліңізбен жиі солай істеу керек. Бәрін айналаңыздағы тастап, мұқият тыңдау керек. Түсінем, кейбір ерлерде мынандай бар. Енді ер адамдар мәселені дереу түсінеді. Мысалы, әйел кісі келіп, бір нәрсені түсіндіруге тырысады. Ер адамын дереу түсініп қояды да, жауап беруге дайын. Ал әйел оны ұзақ түсіндіруге тырысады. Ал ер адам оның басты сөздерінен ақ түсініп, не айтқысы келетінін біліп, оған көмектесуге дайын. Сондықтан әйел кісілер болған өкпелемеңіздер, сен мен тыңдағың келмеді деп. Кейбір енді жағдайлар бар. Бұл енді психологиялық жағынан сіздерге кеңес. Егер де сіз жігітіңізбен болмаса күйеуіңізбен жай ғана сөйлесіп оған жүрегіңіздегі бар нәрсені айтқыңыз келсе, енді өзіңіздің ойыңыздағы болмаса сезіміңіздегі болмаса бүгін бір нәрсе болған нәрсені сіз айтқыңыз келсе, алдын ала оны ескертіңіз. Жаным, күнім, мен саған жай бөліскім келіп отыр. Маған кеңес керек жоқ. Жай мен жайымды тыңдап, маған енді поддержка болсаң жақсы болар еді деп. Сол кезде ер адам сіздерге де кеңес, жай ғана тыңдаңыздар. Мен өзімнен де ондай жағдай болған. Талай рет әйелім мысалы мынау бір нәрсе жайлы айтады, екінші нәрсе жайлы айтады. Сол кезде оның айтқан сөздеріне енді айтқан нәрселерін түсініп, кей кезде оған көмектескім келеді да, бүйту керек еді ғой, сөйту керек еді. Оған ондай кеңес керек жоқ, ол жай ғана сізбен бөлісіп отыр. Күнделікті өзінің енді эмоцияларымен байқаған кезде. Маңызды нәрселерді өткізіп алмайтындай мұқият тыңдаңыз. Не үшін? Өйткені қолыңызда телефон болса, андасында телефоныңызды қарасаңыз, кейбір нәрселерді өткізіп аласыз да, әйеліңіз сізді өкпелетпеу үшін не естідің деп кей кезде сұрамайды. Сіз өкпелетпеу үшін болмаса сол уақытта қарым-қатынасты нашарлатпау үшін. Ал сұраса, сіз жауап бере алмай қаласыз. Ондай ыңғайсыз жағдайларға болмау үшін мұқият тыңдаңыз. Кейін ісіңізді ары қарай тыңдап болған соң жалғастыра беріңіз. Егер жұп ұрысса, екеуі де өз істерімен тараса, жігіт өз миында кілтке проблемасын тыныш қоя, енді салады жаңағыда бағана айтқан жәшіктерге. Бір жәшікті ашты ғой, соған проблеманы салады да, кілт жабады да, ары қарай кете береді. Ал қыз болса, қақтығыс шешілгенше шексіз уайымдайды. Қыз артық салмақты қосқан кезде не істейді? Дос құрбысына қызға енді барлығына қысқаша айту үшін қоңырау шалады. Кейде мәселені жігітпен талқылауға болмайды. Адам күйзелісті басқаша орындайды. Ер адам мидың сақтау камерасында бос ұяшық бар. Онда ештеңе жоқ. Және бұл көптеген еркектердің сүйікті жәшігі. Әйел оған ешқашан көз жеткізе алмайды. Ерлердің миына андасында енді былай айтқанда разряд қажет. Ол мерзімді түрде не туралы ойлау керек. Бір нәрсе жайлы андасында жиі ойлап тұру керек негізі. Осы уақытта оған мынадай сұрақтар қою керек. Сен не туралы ойлайсың? Немесе оның үнсіздігіне ренжу ең ақылды шешім емес. Тек түсініп, әлемге оның көзімен қарап, біз серіктеспен тек жақын ғана емес, үйлесімді қарым-қатынас құруға мүмкіндік ала аламыз. Дәл осындай қарым-қатынас сіздерге шын жүректен тілейміз, достар. Бір-біріңізді түсінуге тырысыңыздар. Бір-біріңізде енді кей кезде қиын жағдайлар болса, неге олай болды екенін бір-біріңізден сұрауға ұялмаңыздар, қысылмаңыздар. Осындай жағдайларда бір-біріңізбен жиі сөйлесіп, мәселелерді бірге шешкен кезде қарым-қатынастарыңыз бара-бара тығыз болады, мықты болады, достар. Сондықтан бір-біріңізді сүйіп, бір-біріңізді әрдайым бағалап, әрдайым енді байтқан кезде қартайғанға шейін бірге болыңыздар. Жаңа кездесулерге дейін, достар, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, лайк таямаңыздар, сау болыңыздар.